Bir шаштаразбен мен bir семьяны бағып отырмын. Кекіл қырқу и каре шашын қырқу ұнамайды. Шаштараштың алдына келгенде патша да тәжін шешеді деген сияқты. Bir күнде кейбірде 30-40 мың тапқан күнім болады. Ұзын шаштар келеді, кеспеймін мен. Көбінде қайтарып жіберем. Менің атым Лесова Айгүл. Мен шаштаразшы болып жұмыс істеймін. Менде айтып отырмын ғой, ешқандай қызығушылық болған жоқ, менде қабілет болған жоқ. Мен өзім қазақ тілі әдебиеті мұғалімі болғанмын. Жоғарғы білім оқысам да, бірақ осы шаштаразды ағамның айтуы бойынша істеп кеттім. Ойламаған жерден бұған мен әшейін жолықтым, сөйтіп жұмыс істеп кеттім. Ары қарай өзі қызығушылығы ашылып, ақшасы да жақсы. Осы бір шаштаразбен мен бір семьяны бағып отырмын. 30 жасында шаш қырқы бастадым. Шаш бояу ұнайды. Жаңағы милирование дегендер болады ғой, милирование, балаяж, сондай нәрселер ұнайды. Ал шашта ұнамайтын нәрсе кекіл қырқу и каре шашын қырқу ұнамайды. Bir күнде азанда сағат 9-дан кешкі 9-ға дейін тұратын күндерім болады. Кейбір кездері азаннан түске дейін жұмыс істейтін күндер болады, түстен кешке дейін істейтін күндер болады. Жаздың күндері күнделікті жұмыс істеп жүре берем. Клиенттің көптігіне қарай ғой. Ең бірінші жасалатын шаш үлгісі ол укладка. Көбінде қазір көп адам бұрынғыдай прическа жасай бермейді, укладка жасайды көбіне. Бізге әнші де келеді, күйші де келеді, биші де келеді, мұғалім де келеді, медик де келеді, сот та келеді. Анау бір сөз бар ғой қазақта. Шаштараштың алдына келгенде патша да тәжін шешеді деген сияқты. Маған бәрі бірдейші, ешқайсысын бөліп жармаймын, бірдей маған. Сол келеді, жаңа шаштарын істетіп кетеді. Любойын көңілін табуға тырысамын. Ең бірінші сабыр сақтаймын. Еш уақытта ерегіспеймін, сөзбен таластырмаймын, күліп қоя саламын. Ұрыспауға тырысамын көбінде. Керек емес та, біз клиенттің сөзі бірінші очередте бізде. Клиенттің бізге келіп жұмыс шаштарын жасатып атқаны. Түсінбей жатса айтып түсіндіремін. Жай сөзбен түсіндіремін, күле салам. Әйтеуір сіз жақсы, мен жақсы, сіз жақсы деп шығарып саламын. Bir күнде кейбірде 30-40 мың тапқан күнім болады. Bir күнде 10 мың тапқан күнім болады. Bir күнде 1000 теңге тапқан күнім болады. Әр қалай. Милирование. Милирование болады. Балаяж. 10 мыңнан басталады ғой бағасы. 10, 15, 20. Шаштың ұзындығына қарай. 25 солай. И прическалар. Тойдың прическасы. Невестаның прическасы сондай. 10 мыңнан басталады. Ал жаңадан үйреніп жүрген жас мамандардікі бір 5 мыңнан басталады, біздердікі 10 мыңнан басталады. Қымбаты да бар, өте қымбаттар да бар. Болады, қимастық. Ұзын шаштар келеді, кеспеймін мен. Көбінде қайтарып жіберем. Алдап, жаңағы қырықпай қойыңыз, өсіре беріңіз деп. Я болмаса кішкене ғана қырқамда қайтарып жіберем. Енді қатты сұранып тұрған адамдардың кесіп жіберем. Бірақ көбінде кеспеуге тырысам. Еңбек ету керек, ерінбеу керек, еріншек болмау керек, ізденіс керек, жұмыс жасау керек. Сондай. Екінші кеңесім, салонға келіңіздер, әдемі болып жүріңіздер.